Сәлеметсіздер ме, құрметті өнер сүйер қауым. Невзоровтар отбасы атындағы бейнелеу өнері музейі шеберлер шығармашылығына саяхат атты айдарын әрмен қарай жалғастырады. Қазіргі таңда ұлттық қолөнеріміздің өркені қазақ даласында ежелден қалыптасқан дәстүрлі өркениетіміз бен ұлттық болмысымыздың рухани сарқыты десек артық айтпаған болар едік. Мұндай өнердің кей түрлері осы күндері халық сұранымынан сиреп, тек мәдени сабақтастық жолында белгілі бір шығармашылықтың шеңберінде ғана көрініс тауып жүргендігін көреміз. Солардың бірі дәстүрлі сүйек ұқсату өнері. Сүйек ұқсату өнері халқымызда көнеден келе жатқан кәсіп. Қазақ халқы материалдық мәдениетінде сүйек өңдеу және одан жасалған бұйымдарды киелі санайтындығы сонша, мәдени әрі рухани түсініктерде наным-сенімге бағаланған біраз ұғымдас сөздердің қалыптасқандығын көреміз. Мысалы, ел арасында рулас, жақын туыс мағыналарында айтылатын сүйектес, сүйегі бір және салт дәстүрге қатысты сүйек жаңғырту, сүйекке түсу жоралғылары бар. Сонымен қатар, жат жұрт деп бөтенсіну немесе қаралау мағыналарында айтылатын сүйек шатыс, сүйекке түскен таңба деген сөздердің кездесетіндігін аңғарамыз. Ақсүйек және асық тәрізді сүйекке қатысты ұлттық ойындардың кеңінен етек жаюын, халық арасында шаруашылыққа байланысты сүйектің кең қолданыста болғандығын дәлелдей түсетіндей. Аңшылық пен мал шаруашылығын кәсіп еткен қазақ даласы аң және үй жануарларының сүйектерін тастай салмай, шаруашылықта түрлі қажеттіліктерге жарата білгендігін көреміз. Бұл жерде халық шеберлері үй жиһаздары мен ыдыс-аяқтарды безендіру және музыкалық аспап түрлерін сәндеп әрлеуде осы аппақ сүйектерді ұтымды пайдалана білгендігін байқаймыз. Сонымен қатар, сүйек шеберлерінің тұтас сүйектерден бесік шүмектерін, түрлі формадағы шақша құтыларын, қолданысына қарай тарақ түрлері мен тұяқта секілді ұрмалы аспап түрлерін жасағандығын көруімізге болады. Осы төңіректе Шығыс Қазақстан және Абай облысы қолөнершілері арасынан байырғы төл өнеріміздің сарқытын сақтап, тарихи мәдени сабақтастық жолында өнегелі кәсіп тұтқаларын ұстанған шеберлеріміздің еңбектерін мысалға келтіруімізге болады. Яғни аңның мүйіз сүйектерінен керемет кәдесыйлар жасаушы Тоқтарбек Әлімжанов, ыдыс-аяқтар мен композициялық туындылардың авторы Әділбек Нұрмұхаметов және тұтас сүйектерден әшекей бұйымдар дайындаушы Жұмахан Айтмұхаметовтардың есімдерін осы өнер жолдарынан әр кез көрмелерден кездестіреміз. Қазіргі таңда олардың қолдарынан шыққан сүйек өнімдері материалдық мәдениетіміздің өнегелі әрі дәстүрлі жарғасы десек артық айтпаған болар едік. Бүгінгі айдарымызда осы сүйек өнерін өңдеу жолында ұлттық әшекей бұйымдар мен сан қилы заманауи кәдесыйлар жасау жолында еңбек етіп келе жатқан Айтмұхаметов Жұмахан Кенесханұлының өнер жолымен толығырақ таныстырып өтеміз. 1967 жылы Абай облысы Шұбартау ауданы Башатас ауылында дүниеге келген шебер қазіргі таңда Абай облысы Новобаженова ауылының тұрғыны. 2001 жылдан осы күнге дейін Новобаженова ауылы Ибраев атындағы жалпы орта білім беру мектебінде технология пәні ұстазы. Ұстаздық білімін 2006 жылы Алматы гуманитарлық техникалық университетінде еңбек технологиясы және кәсіпкерлік мамандығы бойынша аяқтаған. Қазіргі таңда декоративті қолданбалы өнердің шебері ретінде Шығыс Қазақстан және Абай облысы шеңберінде танымал. Жұмахан Кенесханұлы жалпы ұстаздықтан бөлек өзіндік қолөнершілік жолында көбінде сүйек ұқсату өнерімен көзге түсіп келе жатқан шеберлердің бірі. Ол осы өнер жолына қалай түскендігі туралы өткенге көз жүгірте отырып былай әңгімелейді. Мамандығымда кәсіптік технологиясы болғандықтан, осы күнге дейін ұстаз ретінде түрлі шикізат көздерімен түрлі технологияда жұмыс жасап келемін. Бірақ жаныма ең жақыны
Өңдеу технологиясы қиын болса да, осы сүйек ұқсату өнері болды. Мүмкін бұл қызығушылық жоғарғы оқу орындарын аяқтау кезінде таңдап алған тақырыпқа сәйкес егжей-тегжейлі зерттелген дипломдық жұмысымның әсері болар, дейді бүгінгі кейіпкеріміз. Жұмахан Кенесханұлы осы сүйек ұқсату өнеріне қатысты тың деректер мен жазба материалдардың еш жерде жоқтығын алға тартады. Мен осы дипломдық зерттеу жұмыстары кезінде дала халқының мәдениетіндегі сүйек өңдеу өнеріне қатысты кейбір мәліметтерді Семей қаласы өлкетану және Абай музейлерінен, сонымен қатар этнограф Халел Арғынбаевтың зерттеу еңбектерінен ғана табылғандығым бар. Ал нақты сүйекті өңдеу және онан бұйымдар жасаудың тың технологиясы жайлы мәліметтердің көбі орыс тілді сайттардан ғана кездестіруге болады. Онда 18 ғасырда Ресейдің Сібір өңіріндегі Холмогорий, Архангельстегі Косторезный цех туралы Ломоносовтың жазбаларынан және Алтай-Хакасия аймақтарында сүйек өнеріне қатысты жарық көрген орыс тілді кітаптарынан оқи алғандығым бар. Осыдан соң жалпы қазақ даласында қолөнерде сүйек ұқсату өнерінің болғанымен, қазақ тілінде оны өңдеп әрмен қарай шығармашылықта дамыту туралы тың деректер зерттеліп жазылмағандығын түсіндім, дейді шебер өткен күндерін есіне алып. Жалпы қазақ халқының материалдық мәдениетінде сүйектен безендіріліп жасалынған бұйымдардың көрінісі өте жоғары бағаланғандығы рас. Мысалы, үй жиһаздарының арасында кездесетін сандық, кебеже, төсек ағаш және асадал деп аталатын дүниелер өткен ғасырдағы нағыз сүйек ұқсатушы шеберлердің қолынан шыққандығын байқаймыз. Қазіргі таңда осындай дүниелердің түпнұсқаларын Семей қаласы өлкетану музейі жәдігерлерінен және Жидебайдағы ұлы ойшыл Абайдың үй мұражайында сақтаулы тұрған Әйгерім анамызға тиесілі жасауларын түпнұсқа ретінде көре аламыз. Сонымен қатар қазақ материалдық мәдениетінен бөлек сөз лексиконынан шығып қалған кейбір заттар қож, шақша, қазбай, аттарақ, сояу, сүйрік, сыдырғыш, шүмек барлығы да тұтас сүйектен жасалынған шаруашылық заттарының кең қолданыста болуы сүйек ұқсату өнерінің қазақ даласында өз деңгейінде дамығандығының куәсі десек, артық айтпаған болар едік. Материалдық мәдениетіміздегі қайсы бір ұлттық қолөнер үлгілері болмасын, олардың әр қайсысы өз заманына сай жаңғырып, ерекше дизайнда өз жалғасын таба беретін процесс. Осы тұрғыда білім саласында 22 жылдан астам еңбек өтілімі бар Жұмахан Кенесханұлы азды көпті жинаған өз тәжірибесімен осы күндері былай бөлісуде. Ұлттық өнер түрлерін заман ағымына сай, мүмкіндігінше жаңа технологияда өңдеу жолдарын қарастыру және оларды өскелең жас ұрпаққа үйрете отырып, еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу біздің ұстаз ретіндегі басты міндетіміз, дейді. Ұстаздық міндеті жолында тоқтаусыз еңбек етіп келе жатқан Жұмахан Кенесханұлы осы күндері жүйелі білім беру бағдарламасына сәйкес мектеп қабырғасында біршама талантты шәкірттерді тәрбиелеп келеді. Ол шикізаттармен жұмыс істеу кезінде, яғни ағаш, сүйек, тері және өзге де декоративті пластик материалдарын кесіп жону, балқытып пісіру технологияларында түрлі еңбек құралдарын оңтайлы пайдаланудың әдіс тәсілдерін толық қамтып келетіндігін шәкірттердің әзірлеген жұмыстарынан көре аламыз. Онан әрмен қарайғы сабақ барысы дайын болған шикізат көздерін электронды машина түрлерін ұтымды қолдану арқылы қажетті пішінге келтіріп жону, күйдіріп суреттеу, мәнерлеп ою, бояу технологияларымен жалғасатындығын жеткізеді. Жұмахан Кенесханұлы еңбек технологиясы сабағына қосымша сабақ ретінде осы сүйек өңдеу технологиясын енгізген. Шебердің айтуынша, сүйектің бастама өңдеу жұмыстары адамнан біраз қара еңбекті талап ететіндігін және ол иісті шикізат көзі болып табылатындықтан, оны өңдеудің алғашқы этаптары
үй жағдайында немесе мектептен тыс оқшау бөлмелерде дайындалу керектігін айтады. Ал онан кейінгі кесіп жону, өңдеу жұмыстарында көбінде ағаш ұсталарының қарапайым құралдары мен тіс дәрігерлерінің қолданысындағы саймандарды қолдануға болатындығын айтады. Кейінгі кездері білім беру бағдарламасына сәйкес оқушылар мен автокөлік корпустарын құрастыру және оның ішкі механизмдерін электрондық жүйемен жабдықтау сияқты түрлі электромеханикалық құрылғылардан білікті ұстаз ретінде балалар шығармашылықтарын шыңдап келе жатқандығын көреміз. Мектептің бұл жетістіктері балалар шығармашылығына орай жылда ұйымдастырылып келе жатқан қалалық, облыстық көрме конкурстарында әркез көрініс табуда. Ұлағатты ұстаз Жұмахан Кеңесханұлы білім саласында өз шәкірттерімен бірлесіп көптеген айтулы сайыстарда бақ сынаған талантты шебер десек артық айтпаған болар едік. Осындай айтулы ұстаздық еңбектерінің арқасында өз шәкірттерімен 2014 және 2022 жылдар аралығында білім беру саласы бойынша қалалық, облыстық және республикалық деңгейдегі айтулы сайыстарда бақ сынасқан және қомақты дипломдар мен сертификаттар иегері атанған. 2012, 2014 және 2016-2017 жылдар аралығында жастар шығармашылығын дамыту бойынша және еріктілер слеті Экспо 2017 көрмелеріне қатысушы ретінде, сонымен қатар балалар жылына байланысты халықаралық симпозиумдер мен түрлі шеберлік сабақтар бойынша сертификаттар иегері. Жұмахан Кеңесханұлы өзінің кәсібінде сіңірген еңбек жолдары мен қолөнершіліктегі өнер белестері туралы біраз республикалық басылымдарда, өлкетану оқулықтарында өнегелі өнер туындыларымен жарық көрген. Сонымен қатар мәдени мекемелердің жоспарлы көрме фестивальдарына қатысқан, шығармашылық кезекті басылым каталогтарында өлке шеберлері тізіміне іліккен талантты шебер. Жұмахан Кеңесханұлы Абай облысы аймақ аралық сәндік қолданбалы қолөнер шебері ретінде осы күнге дейін біраз көрме конкурстарда өзіндік авторлық шығармашылық жұмыстарымен көзге түсіп, жыл сайын мәдени жетістіктерін арттырып келеді. Әсіресе ол, жыл сайын ұйымдастырып келетін Шығыс Қазақстан қорық мұражайы облыстық көрмесінің тұрақты қатысушысы және декоративті қолданбалы өнер көрмесінің лауреаты ретінде көпке танымал. 2015 жылы аймақаралық Шығыс кәдесыйы көрме жәрмеңкелеріне қалалық көркемөнерпаздар байқауының көрмесінің қатысушысы. Шебердің соңғы кездері сүйекпен орындалған коллекцияларының басым бөлігі көбінде қыз-келіншектер қызыға тағынатын әшекей бұйымдар топтамасы болып табылады. Ондағы сырға, алқа, білезіктердің беткі нақыштары сүйектің өзін мәнерлеп кесу және күйдіру әдістерімен орындалғандығын көреміз. Сонымен қатар, жануар мүйіздерінен әзірленген дельфин және тұтас жілік сүйектерінен орындалған бостандық, жайлау атты кәдесый композициялары шебердің сүйек өнеріндегі шығармашылығын айқындай түсетіндігімен әсерлі. Ал қолданысқа қажетті бұйымдар ретінде қаламсауыт пен шақша құтылары өзіндік дизайндық ерекшеліктерімен көзге түседі. Жұмахан Кеңесханұлының ұлттық ыдыс-аяқтар жасау шеберлігінің өзі бір төбе. Оның бүтін ағаштардан ойып орындалған ет табақтары және кесе ожаулары пішіні жағынан шағын әрі қарапайымдылығымен көз тартады. Олардың арасында дизайндық үлгісімен ерекше көзге түсетіні құрғақ ас салуға арналған табақ. Бұл шебердің авторлық туындыларының бірі. Соңғы кездері автор ұлттық ыдыс-аяқтарды әрлеу техникасында сүйек материалдарын қолға алып жүргендігін байқаймыз. Жұмахан Кеңесханұлы қолөнер шебер ретінде біраз мәдени жетістіктерді бағындырғанын мына көрсеткіштерден көруімізге болады. Ол аймақ қолөнер шебер ретінде ертіс әуендері және қазақ қолөнері мерекесі фестивальдарының тұрақты қатысушысы.
Ол осы өнер жолында Евразия дизайнерлер одағының мүшесінің арнайы төсбелгісі медалімен және көп жылдық шығармашылық еңбегі үшін грамотасымен марапатталған. Сонымен қатар 2017 жылы Экспо 2017 көрмесінің еріктілер слеті аясында Евразия дизайнерлер одағының 3-ші дәрежелі сертификат иегері. 2016 жылы мәдениет және өнердегі еңбегі үшін құрмет медалімен және 2022 жылы Евразия дизайнерлер одағының 10 жылдық медалімен марапатталған. Құрметті өнерсүйер қауым, ұлағатты ұстаз әрі қолөнер шебері Айтмұхаметов Жұмахан Кенесханұлына арналған шығармашылығымыз осымен аяқталады. Назарларыңызға рахмет. Келесі көрсетілімге дейін сау саламатта болыңыздар.